Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен лағманың тестасын дайындаймыз. Жылы суға тұз, майды салып алып, сұйық майымызды. Оның үстіне ұн салып қатты қамыр илейміз. Ең маңыздысы осы қамырдың илеуінде. Қамырды ұзақ илеулеріңіз керек. Ұзақ илеңіздер. Кем дегенде 10 минут илеп, әбден иін қандырып, 20 минут тұндырып қойып қоямыз, бетін жауып. Бетін жапқан соң осылай қолымызбен формаға келтіріп, бетіне майды жағып, сонан соң майда бөлшектерге кесеміз. Кесіп алғаннан кейін оны да тұндырып 20 минут қойып, 20 минут өткеннен кейін осылай қолымызбен созуға әрекет жасаймыз. Міне осылай оңай созылады. Содан кейін ұлу іспетті тарелкаға видеода көрсетілгендей орап қоя бересіздер. Бетіне май жағып тұруды ұмытпаңыздар. Барлық нәрсені видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, ешқандай да қиыншылығы жоқ. Бір істегеннен шығады. Осылай бетіне май жағып қоямыз. Май жаққан соң бетін осылай пленкамен жауып тұндырып қоямыз 20 минутқа. 20 минут тұнып тұрғаннан кейін созуға кірісеміз. Қолдарыңызға видеода көрсетілгендей екі қолдарыңызға орап, дастарханға ұрасыздар. Сіздерге қалай ыңғайлы? Жіңішке болған қаласаңыздар, тағы да бір рет осы видеодағыдай етіп, тағы бір созып, содан кейін суға, қайнап жатқан суға салар кезде ұрып салсаңыздар болады. Міне осылай бәрін дайындап алдым. Менің отбасым жіңішке болғанын жақсы көреді, сол себепті осылай бәрін дайындап алдым да. Сосын суға салар кезде ұрып дастарханға сала беремін. Міне осылай. Видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруларыңызды сұранамын. Барлықтарыңызға рахмет.